Barchaga salom dostlar, sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like basuudu unutmangizlar. Bunday жаңалықтар еш qayda естпегенсіздер. MMA qavumsizligi Canelo'ning Gennadiy Golovkin жеңуін судьялардың шешіміне жауап берді. Қазіргі бокс тарихындағы ең үлкен қарама-қайшылықтардың бірі осы демалыс күндері. Саул Канело Альварес Геннадий Головкин көршілердің бірауыздық шешіммен жеңген кезде өте қайғылы аяқталды. Ерлі-зайыптерлер алғашқы рет 2017 жылдың 16 қыркүйегінде жекпе-жек кездесті. Бұл жекпе-жектің жанкүйерлер арасында әлі дау тудырады. Бұл алғашқы кездесу төрешілердің жеке шешімімен қанағаттандырарлықсыз тең нәтижемен аяқталды. Нәтижесінде тура бір жылдан кейін болған реванш матчы болды. Альварес бұл жекпе-жекті көпшілік шешіммен жеңіп, жанкүйерлерінің трилогияның аяқталуына тағы 4 жыл күтуге қалдырды. Кіші Альварес осы 4 жыл ішінде алдақайда белсенді болды және бұл 3-ші жекпе-жектің көрінді. 40 жастағы Головкин баяу күрескер болды. Тек кейінгі раундтарда ол агрессивті болуға тырысты. Бұл қысқа шабуыл Альварес және алмайтын нәрсе емес еді. Дегенмен, оған судьялардың бірауыздық қабылдаған шешімімен берілген қорытынды нәтижелер таңқарлық жақын болды. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.